Шортанбай Қанайұлы қазақ халқы үшін алар орны зор тұлға. Ол Ресей империясының отарлауына қарсы күрескен зар заман ақыны. Шортанбай Қанайұлы өмір сүрген жылдары орыстар қазақ даласына зұлымдықпен баса көктеп кірді. Қазақтарды шөбі шүйгін, өзен көлі арқыраған жерлерден тықсырып, бетпақдала, созақ, отырар секілді шөлейтті жерлерге қуып жіберді. Сол себепті табиғаты тұмса қазіргі солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан облыстары әлі күнге дейін орысша сөйлеп, құлдық санадан арыла алмай жатыр. Ресей империясының осындай озбырлығын Шортанбай Қанайұлы өз көзімен көріп өсті. Ол өз өлеңдерінде алдағы 500 жылда қазақтарды қандай қорлықтар күтіп тұрғанын айтып, түрлі болжамдар жасады. Біз назарларыңызға Шортанбай Қанайұлының дәл шыққан болжамдарын ұсынамыз. Шортанбай Қанайұлы 1818 жылы қазіргі Жамбыл облысы Қаратау өңірінде дүниеге келген. Ол мұсылманша білім алып, дін жолын ұстанады. Ол өскен соң медресе ашып, шәкірт тәрбиелеумен айналысты. Ол қазақтарға мұсылмандықты дәріптеу үшін Қарқаралыға қоныс аударады. Бірақ Қарқаралыда орыстар құмырсқадай қаптап кеткен еді. Олар Шортанбайға кедергі келтірді. Сол кезде Шортанбай орыстарға әбден күйініп, қатты ашуланды. Әуелгі қорлар зор болды, сондай зорлар қор болды. Әуелгі барлар жоқ болды, сондай жоқтар тоқ болды. Жөн білмеген жамандар ел билеген бек болды. Көтере алмай билігін, ұласқан үлкен кек болды. Ниетіне қазақтың тым ақ тәуір еп болды. Заман ақыр болар деп, сол себептен қорқамын. Яғни Ресей империясы өзіне қарсы шыққан байлардың көзін құртып, өздеріне бағынатын қазақтарды болыс қылды. Жаңа сайланған болыстар билікті көтере алмай, өзінің ағайындарына қорлық көрсете бастады. Олар басшылық қызметке мастанып, өз қазағын өздері мазақ қылды. Өкінішке қарай, мұндай сатқын қазақтар сол кезде ел ішінде көп болды. Тіпті бұл туралы әйгілі ұстаз Ахмет Байтұрсынұлы да былай сипаттайды. Қинамайды абақтыға жапқаны, қиын емес дарға асқаны, атқаны. Маған ауыр осылардың бәрінен өз аулымның иттері үріп қапқаны. Яғни, Ресей империясы тұсында да, Совет одағы тұсында да орыстар қазақтарды қазақтарға айдап салған. Себебі қазақтар өзге ұлттарға жойқын қарсылық көрсеткенімен, бір-бірін көре алмай, өзара дұшпан болды. Бұл туралы қазақтар ағайын бар болса көре алмайды, жоқ болса бере алмайды деп дәл тауып айтқан. Сол кезде шаш ал десе бас алатын шолақ белсенділер де өзіміздің қазақтар болған. Қуғын сүргін кездері қазақтар бір-бірін ұстап берген. Мысалы, қазақтың заңғар жазушысы Сәбит Мұқанов, Алаш зиялысы Мағжан Жұмабаевты НКВД-ға ұстап берген деректер бар. Ал Әліби Жангелдин қазаққа қарсы жұмыс істеді дейді біреулер. Ал біреулер Ыбырай Алтынсаринді шоқынған деп жатыр. Тіпті біреулер Тұрар Рысқұлов қазақ аштан қырылып жатқан кезде ештеңе істемеді деп айыптайды. Яғни орыстар қазақтарды бір-бірімен шақыстырып қойды. Қазақтарды руға, жерге бөліп, әбден талан-таражға салды. Соның кесірінен қазақтар әлі күнге дейін жерге бөлінеді. Мысалы, Алматы, Астанада шымкенттіктерді жақтырмайды. Бізді жақсы көрмейді, оны шынын айтайық. Қай жақтансың де, Шымкенттен десе, айбай дейді бәрі. Шымкенттіктер Өзбекстанға жақын, өзбек халқына айналып кеткен деп сынайды. Міне, қазақтар осылай іштен бөлініп жатыр. Тіпті қазақ хандығы тұсында да қалың қазақтың басы бірікпей, азғантай жоңғарға жем болды. Соның кесірінен Ақтабан шұбырында, Алқакөл сұламада қазақтар қатты қырылды. Осыдан кейін ғана 300-дің басы қосылып, жоңғарларды ойсырата жеңді. Бірақ осы жеңістен соң қазақтың 300-і қайтадан үшке бөлініп кетті. Себебі қазақ хандарының бастары бірікпеді. Олар бір-бірімен дүрдараз болды. Әр жүз өз хандарын сайлады. Тек Абылай хан ғана соңғы рет 300-ге хан болды. Ал Кенесарыға көп жүздер қосылмай қойды. Соның кесірінен Кенесары өмірінің соңында көп қиындықтар көрді. Ағашты тауға үй салып, алды кәпір ақында, елді еркіне қоймады буышындай тақымдап. Дуанбасы, болыстыр кәпірдің сөзін мақұлдап, бейшараның пұлы жоқ, қорыққаннан қақылдап. Жарысқа кірген жақсылар, аша алмасын көзің деп, сол себепті қорқамын. Шортанбай Қанайұлы орыстар қазақтың бүкіл кең байтақ шұрайлы жерлерін тартып алып, үйлер сала бастағанын айтты. Сол кезде Алтай, Тарбағатай секілді жер жәннаттарының көп бөлігі Орыс пен Қытайға кетті. Тіпті Совет одағы кезінде Қазақстанның астанасы болған Орынбор қаласы да Ресейдің құрамына қосылып кетті. Орыстар осы жерге өздерінің мұжықтарын орналастырды.
Шошқа өсіріп, арақ ішті. Шошқаның майын нанға жағып жеді. Шошқаның еті мен майынан жасалған шұжықтарды күнделікті тұтынды. Қазақтарды да осындай харам асқа үйретті. Сауып ішер сүті жоқ, мініп көрер күші жоқ, ақша деген мал шықты. Жарлы кедей жоқ десек, қорлықпенен күн өтер. Таңда махшар күн туса, таразыны аударар жаһаннам деген дозақта. Орыстар қазақ даласына ақша деген ұғымды алып келді. Олар қазақ халқының қой, жылқыларын қағаз ақшаға сатып алды. Немесе спичка, зажигалка, майшам секілді тауарларға бартер жасады. Бұл бартерде қазақтар орыстарға жем болып қатты ұтылды. Байлар орлық қылады, көзіне малы көрінбей, билер жейді параны сақтап қойған сүрін. Заманың сенің құбылды текеметтің түріндей. Ойлағаны жамандық, жарадан аққан іркіл. Сол кезде байлардың ниеті бұзылып, кедейлерді құл ретінде көріп, олардың еңбек ақысын жейді. Ал кедейлердің сөзін сөйлейді деген билер дүниеге құмар болады. Бай манаптар билерді парамен сатып алады. Бұл нәрсе әлі күнге дейін жалғасып келеді. Қазір Қазақстанда байлар әбден байып, егер қылмыс жасаса сотқа, прокурорға ақша беріп, жазадан құтылып кетіп жатыр. Ал кедейлер жазықсыздан жазықсыз кінәлі атанып, түрмеде шіріп жатыр. Арқадан дәурен кеткен соң, қуғындап орыс жеткен соң, тіпті амал жоқ. Қазақтар, енді сенің торыңа. Орыс, бүркіт, біз түлкі аламын деп талпынды, орыстан қорлық көрген соң. Отырып билер алқынды. Шортанбай Қанайұлы қазақ даласына орыстар кіргенде ел ішіндегі береке кететінін айтады. Жұрт арқадан ауып жан-жаққа босып кетеді. Орыстар Көкшетау, Қызылжар, Кереку секілді табиғаты әсем жерлерге Петропавл, Павлодар, Семиречье, Николаевка деген секілді өздеріне тән аттар қойып меншіктеп алды. Олар бүркіт секілді арқада босып жүрген қазақтарға қырғидай тиіп, мазаны алды. Мың-мың жылқы айдаған, сары қазы шайнаған, қымызын судай сапырған, ішіп мас боп ақырған, арқаның жазын қашырған, жылқының етін жеместі, жағаласқан мына жау кетірер сонда сыйқың. Осы өлең жолдары арқылы орыстар қазақ халқына тиесілі киіз үй, жылқы, қымыз, қазы секілді қасиетті нәрселерді тартып алып, қазақтарға түк қалдырмайтынын айтты. Расында да Ресей қазақ жерін отарлаған соң, ғасырдан астам уақыт несібемізді тартып алды. Оның соңы талай рет ашаршылыққа алып келді. Ең үлкен ашаршылық 1930 жылдары болды. Совет одағы қазақтың бүкіл малын тартып алып, халықты тентіретіп жіберді. Соның салдарынан қазақ халқының тең жартысына жуығы қырылып қалды. Орыстар қазақ даласынан жылқыны құртып, орнынан шошқа фермаларын көптеп салды. Соның кесірінен Қазақстан шошқа сасыды десек болады. Шошқа етін жеп өскен талай қазақ баласы өз ұлтынан тілінен жерініп кетті. Олар да балаларын орысша оқытып мәңгүртке айналды. Қаланың қазақтары балаларына орысша тәрбие беріп, ауылдағы қазақша сөйлейтін қазақтарын менсінбеді. Ауылдағының аузы сасық деген мақал содан қалды. Соның кесірінен қаншама мықты тұлғаларымыздың балалары орыс тілді болып кетті. Себебі қазақтың мықты азаматтары орыс, татар ұлтының әйелдерін алды. Ал балаға тәрбиені ана берері белгілі. Мысалы, Алаш арыстарының әйелдері көбіне өзге ұлт болды. Тіпті қазақтың соңғы ханы Кенесарының ұрпағы қазір орыс шіркеуінің қызметкеріне айналды. Кетейін десе, алдың тар, тұрайын десе, кәпір бар, қайсы бірін айтайын, қазақтың ұлы қамалды. Қамалмай енді неғып тұр, тау басынан қазақ жаңылды. Тұс-тұсынан жау шығып, дұшпанға жаман табынды. Ал Ресей отаршылдығына қарсы шыққан батырларды шовинистер қырып жойды. Кенесары хан отаршылдыққа қарсы күресем деп өлді. Қаншама ұлт азаттық көтеріліс жасамақ болған Махамбет, Исатай, Оспан Батыр секілді азаматтар көп азап шекті. Ал Совет одағы тұсында қаншама ұлт зиялылары түрмеге қамалып атылды. Совет билігі осылайша қазақтың қаймақтарын құртты. Ел ішінде бас көтерер қазақ қалмай Совет билігіне амалсыз бағынуға мәжбүр болды. Әсіресе Сталин мен Голощекиннің кезінде қазақ халқы құрып кете жаздады. Егер қазақтар толықтай жойылғанда, қазіргі Қазақстан территориясы Ресей құрамына қосылып кетер еді. Ал азғантай тірі қалған қазақтар сығандар, күрділер секілді отаны болмай қаңғырып жүрер еді. Ал отаны жоқ ұлттар өте бақытсыз халық. Оларды ешқандай мемлекет сыйдырмай өзекке тебеді. Мысалы, қазір алақандай жерге Израиль мен Палестина таласып, бір-бірімен соғысып жатыр. Заман қайтып оңалсын, адам қайтып қуансын,
Жандарал болды ұлығың, майыр болды құлығың. Кіпірді көрдің піріңдей, тілмашты көрдің дүріңдей. Абақты тұр қасыңда қазылған қара көріңдей. Шортанбай Қанайұлы өз жырын осылай қорытындылайды. Расында да қазір Қазақстан әлі жас мемлекет болғасын, көршілеріміз Ресей мен Қытайға экономикалық тұрғыда бағынышты болып тұрмыз. Өйткені Қазақстанда әзірге мұнайдан басқа ештеңе өндірілмейді. Барлық көлік, телефон, киім, азық-түлік секілді қажетті нәрселерді шетелден алдырамыз. Себебі Қазақстандағы зауыттардың барлығын өзіміздің жемқорлар жеп бітті. Қазір Қазақстанды ұры-қарылар билеп отыр. Бірақ мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жақын арада Қазақстаннан ұры-қарылар кететінін, сол кезде ғана гүлденетінімізді айтқан еді. Егер шынымен де шенеуніктер халық үшін жұмыс істейтін болса, Қазақстан Корея секілді техникалар шығарып, әлемді бағындыратын еді. Егер Ресейге бағынбай, оларға қарсы шықсақ, олар Украинаға соғыс ашқандай бізге де соғыс ашуы әбден мүмкін. Сол себепті де Қазақстан президенттері көршілермен тату-тәтті байланыс орнатып, дипломатиялық шеберлік танытып отыр. Қазақстан халқы енді 20 миллион болды. Құдай қаласа, Қазақстан 50 жылдан соң 100 миллион адамға жетіп, орталық Азиядағы держава мемлекетке айналады. Сол кезде бүкіл әлем Қазақстанмен санасатын болады.